Қайырлы күн достар, бүгін сіздердің назарларыңызға дүнген халқының ұлттық тағамы лагманды жасауды ұсынамыз. Ол үшін бізге қимасына 800 грамм ет, 2 редька, 2 ащы бұрыш, 1 тәтті бұрыш, сельдерей 1 бума, 2 пияз, 1 бума жамбы және көк пияз. Лагманның қамырына 700 грамм ұн, 1 жұмыртқа және тұзды су керек. Лагманның қамырын кішкене қаттырақ билейміз. Міне, құрметті достар, лагманның қамырын осындай қаттығы билеп алу керек. Қатты болмаса езіліп кетеді. Достар, лагманның қамырын алдымен өсіп билеп қоямыз, өйткені ол тыну керек. Қалған дүниелерін сосын дайындай бастаймыз. Қамыр тыну керек енді. Міне, лагманның қимасын осылай дайындап аламыз, енді қазір қуыратын боламыз. Достар, ортасында лагманның қамырын бір илеп қоямыз. Көрермендер, ет тап-таза болды, құрамындағы судың бәрі кетті. Енді пиязын саламыз.
құрметті достар, қамырды білтелеп қойдық. Енді ол 5 минут тынып тұру керек. Төбесін жауып қоямыз үстіне. Ал достар, енді нан созамыз. Енді қазір достар, көмекшілерім шақырып бірден нанды созып тастаймыз. Құрметті көрермендер, лагманның қамырын бірінші этаптан өткізіп қойды. Қазір кішкене тұрады, содан кейін жіңішке созамыз да, ары қарай дайындай береміз. Міне, құрметті көрермендер, даже біздің анамыз 85-ге келген. Өзі мен де созсай, мен де көмектесейін деп үлесін қосқысы келіп, сонымен бізді рұқсат етіп, және бізге көмектесіп жатыр. Лагманның назын созып жатырмыз. Ал құрметті көрермендер, мына лагманның қамырын пісіретін суға бір қасық тұз салып аламыз, ас қасық. Лагманымыз дайын болды. Ас болсын, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.